Баршаңызға сәлем. Бүгін біз осылай тартар соусын менің ең сүйікті соустарымның бірі тартар соусын үйренетін боламыз. Бұл тартар соусы аты айтып отырғандай татарлардың ең керемет соустарының бірі және өте жеңіл, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең бірінші біз тұздалған қияр дейді ғой, яғни огурцымызды алып, оны теркадан өткіземін және де чеснокты саламыз, сарымсақты мен 3-тен өткіздім және де 3 қасық майонез, 3 қасық қаймақ саламыз. Мен қазір қаймақ салып жатырмын. Енді 3 қасық майонез саламыз. Жаңағы қаймақты және де майонезді салып болған соң жақсылап оны араластырамыз да. Шым-шым тұз салсаңыздар болады, өз қалауларыңыз бойынша. Мен әдемілікке және укроп септім бетіне. Және де укроп міндетті, ол тартар соусына өте дәмді соустың бірі болды. Мен бұлай араластырғаным кадрға түспей қалыпты. Осылай тез дайындалады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Үйдегі бар заттармен дайындалады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп кетіңіздер, ас болсын.